Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жиі тапсырыс беретін екі түрлі дәмді самса дайындайтын боламыз. Ол үшін 350 мл жылы суға 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Оған 650 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Илеген қамырымызды жақсылап тындырып, жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Тынған қамырымызды екі бөлікке бөліп, осылай дөңгелеп, күршелеп аламыз. Бөлек-бөлек жұқалап, жаямыз. Жақсылап жұқалап жайған қамырымызды жинап алып қоямыз. Екінші қамырымызды дәл осылай жұқалап жаямыз. 200 грамм сары майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Сәл салқындатып жағып, үстінен бірінші жайып алған қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Оның үстінен де жақсылап қалған майымызды жағып шығамыз. Жағып алған соң осылай рулет қылып ораймыз. Ораған қамырымызды осылай жинап, бетін жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып қоямыз, немесе бір түнге қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Жарты килограмм етімізді сақтап турап, оған 2 орташа бас пиязымызды сақтап турап қосамыз. Тұз қосамыз. Қара бұрыш пен ұсақталған зира қосамыз. Сәл сұйық май құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Етіңіз майлы болса, сұйық майдың қосудың қажеті жоқ. Салмамыз дайын. Менің қамырым бір түн тұрды. Кішірек осындай бөліктерге бөліп, дөңгелетіп дайындап аламыз. Сәл ұн сеуіп, жұқалап жаямыз. Бәрін жұқалап жайып алған соң, салмамызды салып, осылай дәл видеодағыдай жан-жағын жинап түйіп аламыз. Осылай қалдырсаңыздар болады, болмаса осылай шымшып, біріктірсеңіздер болады. Біріктіріп те, ортасын ашып та екі түрлі самса жасайтын боламыз. Түйіп алған самсаларымыздың бетіне 2 жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қара немесе ақ күнжіттен сеуіп шықсаңыздар болады. Мен ақтан да және қарадан да араластырып сеуіп шықтым. Сеуіп болған соң, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз.
дәмі де түрі де өте әдемі, дәмді самса болып шықты. Екінші дайындайтын самсамыз осындай шпажкамен түйрелетін самса. Оны да осылай дөңгелектеп дайындап аламыз. Сәл ұн сеуіп, бір келка қылып жаямыз. Жайып алған қамырымызға фарштын салып, осылай екі шетін әдеміреп біріктіреміз. Біріктіріп алған соң, осындай шпажкамен әдеміреп осылай дәл видеодағыдай түйреп шығамыз. Өте оңай дайындалатын самса. Түсінікті болу үшін тағы да бір-екеуін тек көрсетейін. Фаршымызды саламыз. Осылай жақсылап екі шетін қысып біріктіреміз. Шпажкамен әдемілеп гармошка жасап түйеміз. Яғни түйрейміз. Қалғандарын да дәл осы видеодағыдай дайындап аламыз. Түйіп дайындаған самсаларымызды противенға пергамент қағазын төсеп, тізіп шығамыз. Тізіп алған соң, екі жұмыртқаның сарысын осылай жақсылап әдемілеп бір келкі қылып жағып шығамыз. Жаққан самсаларымызға ақ немесе қара өздеріңіздің қалауларыңызға қарай күнжіт сепсеңіздер болады. Бәрін сеуіп алған соң, алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкада 35-40 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын, өте әдемі, өте дәмді, дайындап көруге кеңес беремін. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі, дәмді самсалардың рецептері бар. Астына описанияға ссылка қалдырып кетем. Өтіп көрсеңіздер болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.